Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен құйрық майдың ерекше қасиеттері туралы қысқаша бөлісетін боламын. Құйрық майдан қалай май алуға болады және оны қандай мақсатта қолдануға болады. Менде тұздалмаған құйрық майды қолдандым. Ең алдымен стерильдеу әдісі арқылы құйрық майдан майын ертіп аламыз. Яғни стерильденген құйрық май бізге не үшін қажет? Ол ең әуелі сәбилердің немесе 4-5 жастағы балалардың тамағы ауырып, тамағынан қақырған шығара алмай қиналған кезде осы стерильденген майды қолдансаңыздар болады. Майды жылытып, баланың тамағына, кеуде тұсына, арқасына жақсылап жағамыз және тамағын компресстеп қоюға болады. Сонымен қатар майды кішкене жылытып балаға ішкізуге, жылы сүтпен араластырып ішкізуге болады. Яғни май баланың тамағын, ішек жолдарын майлап, қақырықтың түсуіне көмегін тигізеді. Сонымен қатар стерильденген құйрық майды мен стерильденген құйрық майды таңертеңгісін балдарыма D3 витамин бергенде кішкене бір шай қасықпен қосып беремін. Себебі өздеріңіз білетіндіктей D3 витамині майда жақсы ериді. Енді осы стерильденген құйрық майды қалай аламыз? Майды жақсылап майдалап турап, немесе ет тартқыштың көмегімен, блендердің көмегімен де езіп алсаңыздар болады. Оны шыны ыдысқа немесе банкаға салып, 1,5 немесе 2 сағат баяу отта қайнатып, майын ертіп аламыз. Шыны ыдысты қолданғанда ыдыс сынып қалмау үшін астына осындай мата төсеп қойсаңыздар да болады. Екінші әдіс ол құйрық майды шыжғыру әдісі деп аталады. Яғни майды кішкене ірілеу етіп турап, оны орташа отта қыздырып, майын ертіп бөліп аламыз. Шыжғырылған құйрық май көбінесе тағамдық мақсатта қолданылады. Себебі стерильденген құйрық майға қарағанда оның құрамындағы біршама витаминдер аз сақталады. Оны яғни күнделікті тамақ пісіргенде, қатпарлы қаттама, самсаның қамырына қолдансаңыздар да болады. Яғни шыжғырылған құйрық май тағамға ерекше дәм беріп тұрады. Үшінші құйрық майдың емдік қасиеті бұл: егер тізе, буын, табандарыңыз суықтап, қақсап ауыратын болса, майды жұқа етіп кесіп, үстіне кішкене қарабүріш сеуіп, сол ауырған бөлікке жапсырып, кешкісін жапсырып, бір күн бойы қойсаңыздар, ол біраз көмегін береді. Ол әдісті 4-5 күн қайталағандарыңыз дұрыс, себебі бірден нәтижесін беруі екіталай. Мен мұнда шыжғырылған құйрық майдың осындай шыны банкаға құйып алдым. Майды негізінен шыны ыдысқа сақтағандарыңыз өте дұрыс. Стерильденген құйрық май шыжғырылған майға қарағанда түсі ақшыл болады. Міне құйрық майдың осындай емдік және тағамдық қасиеттері бар. Сіздер де осы әдісті қолданып, пайдаланып көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер тағы да құйрық майдың қандай емдік қасиеттерін білесіздер? Комментарийға жазып бөлісе кетіңіздер.